Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Сабағымызды бастаймыз. Сабағына лайк басамыз. Адамның табиғатқа бейімделуі 57-ші сабақ. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып. Балалар, алдымен бірінші жаттығуға қараймыз. Ойыңмен бөліс дейді. Бірінші, адамның өміріне не керек екенін айтыңдар. Адамның өміріне көп нәрсе өте қажет. Оның бәрін мына жерге дізіп жаза алмаймыз. Сондықтан 4 қана кесте берілген, соның үшін толтырамыз. Бірінші, киім-кешек, екінші, денсаулық, үшінші, отбасы, төртінші, баспана. Яғни осы нәрселер адамға өте қажет. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз баспана. Адамның баласы, яғни адамдар күн ыстық жерде өмір сүрсе де, теңіз жағасында өмір сүрсе де, биік тауларда өмір сүрсе де, оларға алдымен сол суық пен ыстықтан, жаңбыр мен желден қорғанатын баспана қажет. Сондықтан адамдар өздеріне қажетті табиғат ерекшеліктеріне қарай үй тұрғызып, өздеріне баспана салып алады. Мысалы, қар мен мұзға құрсанып жатқан ел қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпіштен иглу деп аталатын баспана жасап алады екен. Оның терезесін мұздан орнатады. Яғни оның терезесінің әйнегі мұз болады екен. Ал иглу жылы болу үшін итбалықтың майы құйылған табақшаға от қойып қояды екен. Ал қабырға мен еденге аңның терісін төсеп және тұтып қоятын болған екен. Ал солтүстік Америкадағы гонкин үндістер, олар орманда мекендейді. Орманда мекендегендіктен иілгіш сырықтарды, яғни сырық дегеніміз жаңағы ағаштың бұтақтары, шыбықтары, соның басын буып жерге қадап қояды. Сосын оның үстіне жас ағаштардың бұтағы мен қабығымен жауып, вигвам деген баспана тұрғызып алады. Ал жапондар, олар өте бай халық, бірақ соған қарамастан үйді бамбуктен, қағаздан жасайды екен. Бұл кедей болғанға байланысты емес, бұл Жапонияда жер сілкінісі өте көп болады. Сол жер сілкінісінен сақтану үшін жаңағы үйді қағаздан, бамбуктан жасап алады екен. Сонда жер сілкінгенде бұлар адамға қауіпсіз болады. Ал енді одан кейін оңтүстік шығыс Азияда тұратын адамдар джонка деп аталатын қайықта да өмір сүре береді екен. Ол қайықта отбасымен бірге өмір сүріп, отбасымен бірге балық аулауға барып, сөйтіп бірге жүре береді екен. Ең соңғы баспана ол кигіз үй. Кигіз үйді балалар барлықтарымыз білеміз, олар көшпенділерге көшіп қонуға ыңғайлы үй. Оны тез жинап, тез шапшаң тігуге болады. Қазақтар, қырғыздар, моңғолдар ерте заманнан бастап осы кигіз үйді қойдың жүнінен жасалған кигізбен жапқан кигіз үйде тұратын болған. Кигіз үйдің сүйегі ағаштан жасалған. Бұл кигіз үй жер сілкінгенде өте қауіпсіз, ол оңайлықпен бұзылмайды. Бірақ ол кигізден жасалса да, күннің ыстығынан да, күннің суығынан да, боранынан да қорғайтын болған. Бұл кигіз үйдің бір жақсы өте қасиеті, қысты күні ол үй суық болмайды, жылы болады, ал жазды күні кигіз үй өте салқын болып тұрады екен. Балалар, сабақтың тақырыбын, әңгімені түсіндік деп ойлаймын. Білгенге маржан. Балалар мына жерде экспо жайында мәлімет жазыпты, соны оқи кетейік. Адам табиғат байлығын болашақ ұрпақтың игілігі үшін сақтау қажеттігін түсінді. Ауаны ластамай-ақ энергия алу үшін желдің күшін, күннің жарығын пайдалану жолдарын қарастыра бастады. Экспо 2017 көрмесі осы жолда жасалған батыл қадамдардың бірі. Елімізде заманауи ғимараттар салына бастады. Экспо 2017 көрмесіндегі алып шар, Қазақстан павильоны шардың диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр. Павильонды тамашалаған адам елдің тарихы, мәдениеті, бүгінгі өмірі, келешегі туралы толық мәлімет алды.
Балалар, осы Экспо 2017 көрмесі біздің тарихымызда Қазақстан елінде мәңгі тарих болып қалды. Бұл Экспо 2017-ге барғандарыңыз бар ма? Егер барсаңыздар, қандай қызық тамаша көрдіңіздер, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Себебі маған өте қызық, мен белгілі себептермен бара алмадым. Ойлан. Екінші, баспаналар әр маусымда қандай болатынын айтыңдар. Жайлы, салқын. Балалар, мына жерде суретте кигіз үй, қазіргі үй, джонка, иглу, жапондардың бамбук үйі, вигвам үйлерінің суреті берілген. Бұл сурет жайында біз жаңа сабақта айттық. Бұнда жазда салқын, қыста жылы болады деп барлық үйде ойлаймын. Себебі әр елдің табиғатына қарай адамдар өздеріне ыңғайлы етіп салып алады. Егер де мысалға мұздан жасалған үй суық болатын болса, оны иглу үйін олар салмас еді. Қайта мұздан салған қардың астында болсаң, ол өте жылы болады. Ал мына қағаздан жасалған Жапония үйі де бір салған қағаз дегені болмаса, ол да өте жылы. Онда бірден 10 адамға дейін ішінде сыйып кете береді. Бұл жерде барлық үйлер өте жылы, жазда өте салқын, адамға өзіне қолайлы деп ойлаймын. Үшінші, мәтіндегі баспаналардың жайлылығы туралы не айтуға болады? Төртінші, мәтіндегі баспаналардың қайсысы сендер үшін қызық болды? Яғни баспаналардың жайлылығы өте жақсы. Иглу үйде мысалға мұздан жасалған, жаңа айтып өттік, адамдар өздеріне жайлы болмаса, ол үйді салмас еді, өздерінің табиғатына лайықты салып алады. Ал бұл жерде өте қызық болған маған джонка үйі, яғни жаңа қайық үй, теңізде тұрып өмір сүрген отбасылардың, солардың баспаналары маған өте қызық болды. Себебі қалай олар қайықта өмір сүрді? Олардың кішкентай балалары суға түсіп кетпей ме, суға ағып кетпей ме? Сол маған өте қызық болды. Ал балалар, сіздерге қайсы үй өте қызық? Салыстыр. Бесінші, киіз үйді қазіргі заманауи үйлермен салыстырыңдар. Балалар, мына жерде кигіз үй және қазіргі үй берілген. Енді осы екеуін салыстыратын болсақ, киіз үйді көшіп қонуға лайықты, яғни бұрынғы заманда көшіп қонуға лайықты етіп салған, яғни оны жинап, басқа жерге көшіп кетсең, оны қолдана аласың. Ал мына қазіргі үйде олай көшіп, қолданып жүре алмайсың. Кигіз үйдің қыста, күн суықта іші өте жылы болады. Өйткені ол кигізден жасалған, кигіз суық өткізбейді, ал жазда салқын болады. Себебі ол кигіз үйдің төбесі, шаңырағының төбесі және мына кигіздің асты, етегі ашылып тұрады. Содан таңғы кезде ашып қойса, етегін көтеріп кигізді өте салқын кіріп, таза ауа кіріп тұрады. Ал қазіргі үйлерде де төбесі ашылмаса да, оның әйнектері бар, әйнектері ашылып, таза ауа кіріп тұрады. Яғни екі үйдің де адамға пайдасы өте зор. Қорытындыла. Алтыншы, баспананың маңызы туралы қандай қорытынды жасадың? Яғни баспананың маңызы өте зор. Адамға бірінші баспана қажет. Баспана болмаса, семьяңмен, отбасымен қайда тұрып, қайда жүретініңді білмейсің. Сондықтан балалар, осы бастан менің осындай үлкен зәулім сарайдай баспанам болады, менің осынша баспанам болады деп осы бастан армандасаңыздар, сол армандарыңызға жетесіздер. Жетулеріңізге тілектеспін. Мәтін мазмұны бойынша бірнеше сұрақ дайында. Бірінші, кімдер иглу баспанасын тұрғызады? Екінші, қай елде вигвам баспанасы салынады? Жапондар не үшін үйді қағаздан жасайды? Соңғысы, киіз үйдің қандай қасиеті бар? Яғни балалар осы сұрақтарды жазып алып, осы сұрақтарға жауап дайындаймыз. Олай болса сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі сабақтар бұдан да қызық болады деген ойдамын.